бүгін міне елімізде пайда болған індетке байланысты осы күндіз түні үй көрмей, бала шағаны көрмей жұмыс істеп жатқан, үздіксіз қызмет жасап жатқан медицина қызметкерлеріне осы Атамекен кәсіпкерлер палатасының атынан бір күнделікті болмаса да бір ұлттық тағамдардан дәм алғысы келсін деп, өзіміздің бізге хабарласқан, осы біздің мекемеге хабарласқан барлық кәсіпкерлердің атынан кішігірім тағамдар әкеліп отқан жайымыз бар. Оның ішінде кәдімгі өзіміздің ұлттық ірімшік, балқаймақ, қазғарта, шұбат, қымыз, ірімшік, жаңағыдай Рафаэлло, женттер дейміз ғой, соның барлығын қазір әкеліп отырмыз. Барлығы да өзіміздің жергілікті кәсіпкерлердің қолдауымен жасақталған және олардың өздерінің бастамасымен біздер жеткізіп отырмыз. Қазіргі таңда енді өзіңіз көріп отырсыздар, бүкіл әлемде де енді елімізде жазылып жатқандар да бар, және де саны артуда. Жазылып жатқандар да бар, көбейіп жатқан. Сондықтан да барлық тұрғындардың мынау тәртіпке бағынып, полиция қызметкерлерінің айтқан ескертулерді ескеріп, және де дәрігерлердің айтқан барлық ескертулерді қатаң сақтауды сұраймын. Өйткені оның барлығы рас нәрсе, сондықтан да сақтану керек барынша, ең бастысы. Төтенше жағдай басталғалы бері көптеген кәсіпкерлер көмектесіп келеді. Расымен атын атап айта кетпей қойып, жан-жақты көмектесіп жатыр. Жағдайы жоқ отбасыларға да, жаңағы аз қамтылған отбасылар болсын, мүгедектер болсын, қай-қайсысына жағынан да жалпы кәсіпкерлердің үлесі көп. Жалпы өзіміздің жергілікті кәсіпкерлердің. Сондықтан да осы ақпаратты абзал жандар, полиция қызметкерлері қалыс қалмасын, енді басқаларды әкеліп беріп жатыр. Дегенмен де осы кәсіпкерлерде өздерінің бастамасымен осындай ұсыныс түскен. Біздер апарсақ қалай болады деп. Соны біздер арқылы, біздер осының барлығын ұйымдастырып жинақтап, осында әкеліп жатқан, табыстап жатқан жайымыз бар. Барлығына рахмет айтамын кәсіпкерлердің барлығына. Атын атап бөліп жармай ақ қояйын. Барлық мен кәсіпкерлер деген Алла Тағала сауаптарын қабыл етсін деп ойлаймын.